Незарет алтында чалышкан Кырымның юқары махкемесі Хизбут Тахрир бақчысырай ишінің дорт иштиракчысының тевқифінің учайға узатты. Бұны UA TV телеканалына адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Яқын вақытта имае махкеме қарарына итираз білдірежектір. Топлашув қапалы шекілді кечті. Бұның себебінден мазнунлардан бірі Энвер Мамутов кетишатта иштирак етмектен вазгечті ве салондан чықарылмасыны rica etdi. Mahkeme ricasını kabul etmedi. Hatırlatam, былтыр Mayıs ayında Бахчисарайда Rusiya kuvvetçileri Müslüman Kırım tatarlarının evlerinde tintuvlarını geçirgen edi. Neticede Бахчисарайның 4 sakini terrorizmde qabatlanıldı. Zevri Apsiyitov, Remzi Memetov, Rustem Abeltarov ve Enver Mamutov. Hizbut Tahrir siyasi teşkilatı Rusiyada terroristik olarak sayıla. Как всегда, не было представлено ни одного доказательства, потому... Дайма алғаны кібі прокуратура тықығатчыларының анлатқан занлары, делілері бойынша ичбір избат йоқ. Меселенің esası оларның чител, яни Украина ватандашлары олғаны еді. Украинада оларға Русия территориясындан нихан олмаға ярдым еті біле. Иште сынырлама тәдбіріні узаттырмак избаты иле бұ кебі фазелиер yapıldı. Şimdi bu iş boyunca тақиқат соңына еткен. Иш малюматларыны огренмеге девам етелер.